Мен ұлттық чемпионатқа графикалық дизайн құзыреттілігі бойынша қатысып жатырмын. Графикалық дизайн дегеніміз бір сөзбен айтқанда логотип, жаңа инстаграмға салынатын баннер, сондай сияқтыларды оңай, әдемі қылып жасау. Мен ұлттық чемпионатқа электроника компетенциясы бойынша қатысып жатырмын. Электроника қысқаша сөзбен айтқанда, мысалы күнделікті қолданып жүрген телефон, телевизор және де басқа тұрмыстық техникалар ішіндегі платаларды жөндеу, оларды құрастыру, оларды тексеру. Ұлттық чемпионат алдында әрине ішінде азғантай қорқыныш бар, жоқ демеймін. Бірақ өзіме сенімді болғандықтан ол қорқыныштың барлығын жеңіп, өзіме қатты сендім. Ұлттық чемпионатта әр адамда қорқыныш болады. Менде де қорқыныш бар. Егер де өзіңе сенсең, қорқынышты бәрі кетеді. Мен өзім кішкентай кезімнен 7-8 сынып оқып жүрген кезде графикаға қызығатын болғандықтан, фотошоп, иллюстраторға қызығатын болғандықтан графикалық дизайн құзыреттілігін таңдадым. WorldSkills чемпионатына қатысқан адамдарға болашақта үлкен мүмкіндіктер беріледі. Бұл жерде бағыңды сынап, өз-өзіңді қандай екенін көруге болады. WorldSkills бұл жаңа мүмкіндік, жақын танысып, көптеген ел көресіздер, қала көресіздер. WorldSkills чемпионатына қатысуларыңызды шақырамыз. Алға қойған мақсатым өзімнің мамандығым бойынша жақсы біліп, және осы графикалық дизайнды да жақсы меңгеріп, болашақта жақсы маман болып, жақсы жерде жұмыс жасау. Мен алға қойған мақсатым үздіктерден үздік болу.